Берілген есепті қалай шығаруға болады? Егер x, y, z-тің мәндері 1 болатын болса, онда берілген жүйені қанағаттандыратын ол мәндер берілген жүйені қанағаттандырады. Алайда оны қалай дәлелдеуге болады? Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге матем каналы, және біз осы есеп шығарамыз. Енді шынымен де x-тің орнына 1-ді қоятын болсақ, 1, y-тің орнында да 1 болатын болса, және z-тің орнында да 1 болатын болса, үшеуінің қосындысы 3-ке тең. Және 1-дің квадраты 1-ге тең болғандықтан, үшеуінің қосындысы да 1-ге тең. Яғни, қанағаттандырып тұрған 1, 1, 1 деген мән бар. Неге жазып қояйық? Алайда, бұл мән тек 1 ғана ма, әлде басқа да мәндер бар ма деген сұрақ. Егер 1 мән болатын болса, оны дәлелдеуіміз қажет. Ал оны дәлелдеуіміз үшін бізге берілген жүйе, қарап отырсаңыздар, қиын болып тұр. Себебі жүйеде қанша айнымалы болса, жүйеде соншалықты болу керек. Яғни, соншалықты теңдеу болу керек. Бізде бірақ 3 айнымалы болып тұр да, 2 теңдеу болып тұр. Енді оны шешу үшін жалпы теңдеуді қарастырудан бастайық. Қалай қарастырамыз? Қалай қарастырамыз дегенде, егер біз x қосылынған y қосылынған z-ті тең 3 деп алып тұрық қой. Квадраттайтын болсақ, 3-тің квадраты. Онда бұл бізге нені береді? Ол бізге x квадрат қосылынған y квадрат қосылынған z квадратты береді. Және x пен y көбейтілуін керек қой. Сосын y пен x көбейтілінеді. Екеуі бір санды береді. Және қосылғаннан 2 еселенеді. Сондықтан 2 еселенген x, y қосылынған yz қосылынған xz деп жазып кетсек болады. Бұл мынау қосылғыштардың, мына қосындының, яғни қосындылардың квадратының мәні. Осындай формула бар. Қысқаша көбейту формуласы секілді, бірақ бұнда айнымалы саны 3. Және теңдіктің оң жағында 3-тің квадраты 9. Енді мына жерде қарайтын болсақ, x квадрат қосылынған y қосылынған z квадратымыздың мәні 3-ке тең. Ол бізде бастапқы жүйеде белгілі уже. 3 қосылынған 2, x, y қосылынған yz қосылынған x тең 9. Енді 9-дан 3-ті азайтамыз 6. Және 6-ны 2-ге бөліп жазсақ болады. Сонда x, y қосылынған yz қосылынған xz-іміздің мәні 3-ке тең. Енді бұл теңдік бізде бірінші жүйенің бірінші теңдікте пайдаланғаннан шығып тұр. Ары қарай оны екінші теңдікке қалай қолдануға болады? Оны қалай қолдануға болады десек, біз мынаға назар аударуымыз керек. X квадрат қосылынған y квадрат қосылынған z квадраттың мәні 3-ке тең болып тұр ғой. Және мына қосындының мәні
дәл сол секілді 3-ке тең. Яғни біз x квадрат қосылған y квадрат қосылған z квадрат тең xy қосылған yz қосылған xz деп айта аламыз. Барлық элементті жинайтын болсақ, теңдіктің сол жағына x квадрат минус xy қосылған y квадрат минус yz қосылған z квадрат минус xz тең. Қарап отырсақ, мына жерде қысқаша көбейту формуласынан келетіндей шығаруға болады. Бірақ бізге не жетіспейді? Бізге мына жердегі x, y-дің алдында тұратын 2 жетіспейді. Және егер біз y-ті мына жерге пайдаланып кететін болсақ, онда y квадрат пен x квадратты пайдаланып кететін болсақ, онда мына жақтағы z квадрат минус xz-ге жетпей қалады, және y мына жердегі формулаға жетпей қалады. Сондықтан да біз теңдіктің екі жағында 2 көбейтетін болсақ, онда бізде 2x квадрат минус xy 2xy плюс 2y квадрат минус 2yz плюс 2z квадрат минус xz 2xz тең 0. Және бұл жерде уже x квадрат минус 2xy плюс y квадрат деп бір жақшаны қарайтын болсақ, және y квадрат бізде 2y квадрат болып тұр ғой. Сондықтан екінші y квадратты былай қосып жүрсек, одан кейін бізде минус 2y z болады, және плюс z квадрат. Енді бізде тоже z квадратымыз 2z квадрат болғандықтан, оған қосу үшін қайтадан жазамыз z квадрат азайтылған 2xz, және бастапқы x-ті ұмытып кетпейік. Ол жерде де 2x квадрат болу керек. Бізде әзірге тек x квадрат. Сондықтан x квадратты қосамыз. Тең нөлге. Енді мына жердегі әрқай санымыз қысқаша көбейту формуласына сай келіп тұр. Яғни a минус b-ның квадраты. Ол a квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Бізде мына жақ белгілі, оны мына жерге қойсақ болады. Мынандай қылдырып түрендірсек болады. Олай болса, бастапқы жақшада x минус y-дің квадраты, одан кейін y минус z-дің квадраты қосылған x минус z-дің квадраты. Тең 0. Ол жерде енді бұл не нәрсені білдіреді? Бізге белгілі кез келген нақты санның квадраты болу керек. Яғни мына жердегі x минус y-ді квадраттаған кезімізде ол нәтиже 0-ден артық немесе тең болады. Дәл сол секілді мына жерде де орын алады, және мына жерде де орын алады. Егер біреуі 0-ден артық болатын болса, мысалға x минус y-іміз 0-ден артық болатын болса, ол қандай жағдайда болады? Ол мысалға мынау x артық y болған кезде.
y болған кезде немесе y артық x болған кезде минустан шығады, бірақ минус санның квадраты нөлден артық болып кетеді. Олай болса, мына жерде және мына жерде орын алмай қалады. Дұрыс орын алмай қалады. Неге? Себебі қараңыздар. Ә, Бізде x минус y-тің квадраты егер нөлге тең болмай қалатын болса, мынау да нөлге тең болмай қалатын болса, мынау да нөлге тең болмай қалатын болса, онда теңдігіміз орындалмай қалады. Тым құрмаса біреуі нөлден артық болып кетсе де, оның квадраттасақ, ол нөлден кіші сан шықпайды ешқашанда. Сондықтан да бізге берілген мына үшеуін жеке-жеке қарастыратын болсақ, x минус y-тің квадраты ол нөлге тең болу керек. Дәл сол секілді x минус z-тің квадраты нөлге тең болу керек. Және z минус x-тің квадраты нөлге тең болу керек. Осындай басқа жүйе шығады. Бұл жерден не түсінеміз? Бұл жерде x-тің y-ге тең екен, y-тің z-ге тең екен, z-тің x-ге тең екен түсінеміз. Яғни x тең y тең z. Ал ол қандай жағдайда орын алады? Ол егер мына тең жүйенің басындағы y пен z-ті x-ке ауыстыратын болсақ, x қосылған x тең 3 болады. x тең 3, x тең 1, яғни барлық x, y және z-тің мәні үшеуі бірге тең болған кезде. Және бұдан артық басқа шешімі болмайды. Себебі басқа шешім болып кететін болса, онда мына қосынды нөлден артық болып кетеді. Сондықтан да теңдіктің осы теңдеулер жүйесінің тек бір ғана шешімі бар. Ол x, y және z мәндері үшеуі де сәйкес бірге тең болған кезде. Назарларыңызға рахмет.